Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Мына соттың шешімін қысқаша айтып берсең, бұған сотқа не үшін жүгіндіңдер, не себепті қазір осы жерге келіп тұрсыз? Бұл жерге келіп тұрған себебім, осыдан 2019 жылы біз машина сатқан болатынбыз. Land Cruiser 200 автокөлігін арзан бағада саттық. Не себепті? Әкем сатқан ғой. Иә. Шамалы қарыздары болды. Өзі сол жұмысы болып қалған сол кезде. Залогта болған, Залогта тұрған машина, сосын арзан бағада сатып, ана жігіт алған адам бүкіл қарызын өзін жабам, бүйтем деп машина алып кеткен. Соны жаңағы сатып алу шартына енгіздіңдер, бәріне? Бәрі енгізілді. Сол айтылған сөздердің бәрі қағазда бар? Бар. Сатып алу шартында? Соның ол шарттарын орындамағасын. Яғни 1.800.000 сендерге төледі де, қалған қанша миллион жаңа? 4 миллион. 4,5 миллион ба қарызы бар общий. Сол 4 миллионды ол төлеймін деп өзіне міндеттемені алды. Содан кейін олар төлемей қойды. Төлемей, содан машина да жоқ, сол адам да жоқ. Содан кейін сендер сотқа шағымдандар. Сот сендерге ол сырттай шешім шығарып берді. Не деп? Машинаны иесіне қайтарылсын деп бізге. Жаңа ақшаны төлемесе өзінің кінәсі, енді уже машина сендерге қайту керек те. Шешімді бұзды ғой, нені атынан. Келісім шартты бұзып. Енді мына мекемеге қазір не үшін келіп тұрсыңдар, мына жергілікті? Арызды жазуға ғой. МПС, мына Қызылорданың МПС қой. Іздестіруге, машинаны беруге жөнінде арыз жазып. Жергілікті полиция қызметі басқармасы. Машинаны іздестіруге арыз жазып, осы кезде. Іздестіріп, өздеріне қайтарып беруге? Машинаны қайтарып алып берсе деп ойлағанбыз. Сол себепті келді. Өзіңізде енді қандай күмәндар, нелер бар, қорқыныш бар? Қорқыныш бар ғой, машина сол әлі әкемнің атында тіркеліп тұр. Налогтар бәрі келіп жатыр. Арестте тұр, счеттары бәрі. Сол 19-дан бері әлі арестте тұр, ашылмай тұр счеттары. Еще содан бері еще тағы налогтар жиналып жатыр, машинаға? 4 жыл бойына налог жиналып тұр. Сондай болып тұр енді. Енді мен ойлаймын, машина бар ма, жоқ па, білмеймін. Іздестіріп тапса деп ойлап едім. Ол бар айтарым сол. Қоқан көрін белгісі. Енді Русландар өздері хабарласып жаңа копияларды алып алады ғой,